арықтау жаттығуларын жасағанда өзіңізді қинап терлеп жасауыңыз қажет. Мысалы бүгін 10 круг жүгірсеңіз, келесі күні 11 круг жүгіріңіз. Солай өзіңізді арықтата алатын болады. Ассалаумағалейкум достар, Спортмастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге салмақ тастаудың ең оңай жолдарын айтатын боламын. Салмақ тастаудың жолдарын айтып өтетін боламын. Бұл кеңестерді тыңдамас бұрын мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, және де лайк басып кетіңіздер. Өйткені бүгінгі видеода айтылатын кеңестер сіздерге пайдасын тигізеді, егер сіз салмақ тастай алмай жүрсеңіз. Және де менің Instagram парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта да жақсы видеолар шығып отыратын болады. Олар мына жерде тұрады, ссылкасы описаниеда болатын болады. Ал біз видеомызды бастаймыз. Біздің бірінші кеңес бұл тамақ. Яғни сіз арықтаймын, салмақ тастаймын десеңіз, жеп жүрген тамағыңызға көп мән бергеніңіз дұрыс. Майлы тағамдарды жемеу қажет. Тамақ жеу уақытын азайту қажет. Нан өнімдерін және тәтті тағамдарды жемеуіңіз қажет. Яғни сіз майлы тағамдарды жеп жүре берсеңіз, ол сіздің ішіңізге барып салмақ болып қосылатын болады. Сол үшін тамаққа көп мән бергеніңіз дұрыс. Біздің екінші кеңес бұл жаттығу. Кардио арықтау жаттығуларын көп жасау қажет. Кардио арықтау жаттығулар сіздің арықтауыңызға өте жақсы пайдасын тигізеді. Яғни салмақ тастауыңызға жақсы көмегін тигізетін болады. Және де кардио жаттығуларын жасағанда барынша терлеп жасау қажет. Яғни терлеп өзіңізді қинап, сол жаттығуды терлеп жасауыңыз қажет. Сіз терлегенде денеңіздегі артық майлар кететін болады. Сол термен ағып кететін болады. Сол үшін арықтау жаттығуларын жасағанда өзіңізді қинап терлеп жасауыңыз қажет. Сол сізге маңызды болады және де пайдасын тигізетін болады. Менің каналымда арықтау жаттығулары және кардио жаттығулары көп. Соларды қайталап 2 аптаның ішінде сіздер арықтай аласыздар. Олар мына жерде тұрады, осы жерде қалдырып кететін боламын. Солға кіріп, сол жаттығуларды қайталап 2 аптаның ішінде салмақ тастай алатын боласыздар. Және арықтау жаттығуларын жасағанда сіздер күнде жасауыңыз қажет. Яғни күніне 1 рет немесе 2 рет жасап отыруыңыз қажет. Егер сіз шын арықтаймын, салмақ тастаймын десеңіз. Достар, біздің үшінші кеңес бұл жүгіру. Сіз жүгіріп жақсы салмақ тастай алатын боласыздар. Ең салмақ түсіруге ең жақсы пайдасын тигізетін жаттығу бұл жүгіру болып саналады. Сіз күнделікті жүгіріп өзіңізді қинап, терлеп салмақ түсіре алатын боласыздар. Және де жүгіріп отырғанда кругыңыздың санын көбейтіп отыруыңыз қажет. Мысалы бүгін 10 круг жүгірсеңіз, келесі күні 11 круг жүгіріңіз. Солай өзіңізді арықтата алатын боласыздар. Жүгіргенде сіз жақсы арықтайтын боласыздар. Яғни сіз жүгіргенде өзіңізді қинап терлеп жасауыңыз қажет. Яғни тер аққанша жасауыңыз қажет. Фитнес залдарға барып ақша құртып арықтағаныңызша үй жағдайында жүгіріп арықтаңыз. Жүгіру сізге пайдасын тигізеді. Және жүгіргенде азанда жүгіріңіз. Таңертең 6 сағат, 6-7-лерде жүгірсеңіздер болады. Таңертең тұрасыз, су ішесіз, содан кейін жүгіресіз. Жүгіріп болған соң тағамданыңыз, яғни сізге пайдасын тигізсін десеңіз. Видеомыз өз соңына жетті. Бұл кеңестерді тыңдадым деген ойдамын. Бұл кеңесті тыңдасаң, саған міндетті түрде пайдасын тигізетін болады. Бұл кеңестер қайталап сіздер арықтай аласыздар, яғни салмақ түсіре алатын боласыздар. Салмақ түсіруге 2 затқа мән бергеніңіз дұрыс. Біріншісі тамақтану, екіншісі жаттығу. Осы екеуін алып жүруіңіз қажет. Арықтаймын деп өзіңіздің алдыңызға мақсат қоюыңыз қажет, және соған жетуге тырысыңыз. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса мен каналыма тіркеліп кетіңіздер және лайк басып кетіңіздер. Осы видеоны достарыңызға таратып кетіңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, мен Instagram парақшам, ВК парақшам бар. Соған қойып кетсеңіз де болады. Оның сілтемелері описаниеда болатын болады. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.